Мотивация. Өмірдің мәні мен өмірге деген құлшыныстың жоғалуы деген сынды психологиялық жағдайды немесе депрессияны кез келген адам баласы өмірінің әртүрлі шағында басынан өткеруі мүмкін. Ақыл есі дұрыс адамның толыққанды өміріне белгілі бір мақсатсыз, құлшыныссыз, талпыныссыз елестету қиын. Кейде алға жылжудың жоқтығын өзіміздің дамуымыздағы тоқырауды сезінеміз. Сондай уақытта сиқырлы күш бізді демеп жіберсе екен дейміз. Алайда шын мәнінде біздің сиқырымыз бұл біздің мотивациямыз. Өмірге деген құлшынысыңызды жоғалттыңыз ба? Ендеше оны қайта пайда болуына жағдай жасаңыз. Өмірдің мәні де сол. Әркім өзінің мотивациясын өзі құрайды. Бізге адамдарға әрқашан бір нәрсе жетіспей тұрады. Біздің ойымызша уақыттың жетіспеушілігі, дәл қажетті сәттің болмауы, немесе дайындықтың болмауы бізге әрдайым кедергі жасайды. Шын мәнінде біздің әрекетсіздігіміздің бас себебі жеткілікті дәрежедегі мотивацияның болмауы. Теледидар көріп отырып, көп қаржы табатынына сену, тамақ жеп отырып, міндетті түрде арықтайтынына сену, ұйықтайын деп жатып, жұмыс істеп үлгеремін деген ойларды ұзақ ойлауға болады. Төсекте жатып аузбен айту аса жеңіл, ал орныңнан тұрып әрекет ету бұл қиынырақ. Себебі ол күш-жігерді, талпынысты талап етеді. Сіз үшін өмірдегі маңызды нәрсе не? Мотивацияны табу қиын емес. Ол үшін тек қандай нәтиже қалайтыныңды білуің керек. Егер елестеткен нәтиже көңіліңді аспандатса, мақсатың айқын болса, ал егер нәтиже көңіліңді көншітпесе, бұл мақсат айқын емес. Саған мұның қажеті де жоқ. Мотивация кез келген жерде қажет. Арықтау үшін, ең әдемі болып жүру үшін, жетістікке жету үшін, бизнес бастау үшін, тіпті оқуға түсу үшін де мотивация керек. Құлшыныстың бар болуы жеткіліксіз, мотивацияны дамыту керек. Онымен жұмыс істеу керек. Бұлайша айтқанда мотивацияңыз өз әсерін, пайдасын жоғалтып алмау үшін оны қоректендіру керек. Мотивация бұл белгілі бір мақсат үшін өзіңді ояту процесі.